Қайырлы күн YouTube каналының көрермендері. Біз бүгін осындай қызанақтардан керемет дәмді аджика жасайтын боламыз. Аджиканы өздеріңіз білесіздер, қыстың күні кез келген тамаққа қосып жейтін соустың бір түрі. Менің өзімнің дайындау әдісімен жасайтын боламын. Кеше жолдасым дүкеннен осындай арзан бағада, қазіргі сезонда шірігі бар, осындай қызанақтар әкелген болатын. Қазір осылардың барлығын тазалайтын боламыз. Және осы қызанақтардан аджиканы жасайтын боламыз. Яғни үй жағдайында аджика жасау өзімнің әдісімен бөлісетін боламын. Менімен бірге соңына дейін болыңыздар. Бәрін осылай турап, тазалап қойдым. Енді осындай блендердің көмегімен езетін боламыз. Қазір сіздерге көрсетемін. Болдым, блендермен езіп, енді екінші кастрөлдегіні езетін боламыз, және бәрін қосып бірге қайнатып аламыз. Енді осындай қылып барлығын блендермен езіп алдым. Енді табақтағыны кастрөлге құятын боламыз. Кастрөлді осылай отқа қоямыз. Кішкене қайнағаннан кейін астын басатын боламыз. Мен аджикаға осындай 2 ас қасық тұз салдым. Дәміне қараймын, тағы да тұзы аз болса тағы да салатын боламын. Және 2 ас қасық қант салатын боламын. Қант саламын. Және барлығын жақсылап араластырып жіберемін. Осындай 250 мг сұйық майды құятын боламыз. Осы отта. Енді осындай сарымсақтарды қабығын ашып турайтын боламыз. Біздің аджикамызға дайындаймыз. Сарымсақты да осылай қабығын ашып, енді блендермен ұсақтап алатын боламын. Ұсақтығы, енді осыны қайнатқан біздің аджикамызға қосатын боламыз. Аджикамыз қайнап жатыр. Енді осыған жаңағы сарымсақтарды қосамыз. Міне осылай бәрін араластырып тағы бір қайнатып алатын боламыз. Дәмді болып шығады. Перец қосамыз. Менде дайын осындай үкіметтің дүкеннің осындай ащы бұрышы, қызыл бұрышы, ал болмаса мына суреттегідей бұрышты ұсақтап турап қоссаңыздар да болады. Мен осыған осындай бұрыш қосамын. Қатты ащы қылсаңыз, қалғыларыңыз келсе көп қосасыз, ал ондай қатты тұщы қылып, қатты ащы керек емес десе аз қосасыз. Аркіге үстіне бүйтіп су құйып қайнатамыз. Және осының буына біздің банкілерімізді жаңағы аунап істейтін боламыз. Стилизировать ететін боламыз. Мінекей, осылай барлық банкілерді төңкеріп шығамыз. Және осы банкіге қазір біз аджикамызды құйып жауып алатын боламыз. Банкіге осылай банкімізбен біздің крышкаларымызды осылай суға қайнатамыз. Құйып аламыз. Кез келген сус болады, көп құйып жібердім ба. Енді осы крышкалерге құйып шығамыз. Нанды сол шайып шығамыз да, келесі ыдысқа төгеміз. Құятын боламыз банкіге. Несін жоқпын? Қатты қылып
жабамыз. Болды біздің банкіміз дайын. Келесі. Банкілердің дайын, осындай қылып төңкеріп қойдым. Міне қараңыздар, әдемі болып шықты. Сіздер де осылай жасасаңыздар болады.